Сәлем достар, қазір мен сіздерге 30 минутта дайын болатын етсіз макарон қуыруды көрсететін боламын. Ол үшін бір ожау сығырмаймызды кішкене қыздырып аламыз. Картошкамызды жұқа қылып тураймыз. Қалың емес, жұқалау қылып турайсыздар. Қызып тұрған сығырмайға картошкамыз кішкене қуырып аламыз. Қатты пісіп кетпеу керек картошкамыз. Бұл тамаққа пияз қосылмайды, пиязымыз күйіп кетуі мүмкін. Кішкене картошкамыз сарғая бастағанда макаронымызды салып екеуін бірге қуырамыз. Ортасында тұз қосып отырасыздар. Оттың алауы қатты болмау керек, орташа болу керек. Қатты алауда макарондарыңыз күйіп кетуі мүмкін. Орташа алауда қызыл түске енгенше макаронымызды қуырып аламыз. Макаронымыз біркелкі қызыл бола бастағанда бір қызанағымызды майдалап турап қосып жібересіздер. Ортасында тұз қосып отырасыздар тамаққа. Тамағымыз дайын. Тамағымызға ыстық су құямыз, мұздай су емес. Суымыз көп болмау керек, аз болмау керек. Макаронның бетінде болу керек. Тамақтың асты қата бастаса кішкене су қосуларыңызға болады. Осылай приправа тұзымызды салып 20 минутқа дымдап қоямыз. Тамағымыз дайын. Осылай дастарханға татсаңыздар болады. Кішкене салатымызды қосып, қалауларыңыз бойынша әсемдейсіздер. Асаңыз дәмді болсын.